Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Менің аты-жөнім Шалманова Алия Бақытжанқызы, Ақтөбе облыстық тарихи-өлкетану музейінің қазіргі заман тарихы бөлімінің ғылыми қызметкерімін. Сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын. Өздеріңізге белгілі, биыл Ұлы Отан соғысындағы жеңістің 75 жылдығын және біздің жерлесіміз Кеңес одағының батыры Алия Молдағұлованың 95 жылдық мерейтойларын атап өтеміз. Экранға назар аударайық. Біздің жерлесіміз қазақтың қаһарман қыздарының бірі Алия Молдағұлова 1925 жылы Ақтөбе облысы Қобда ауданы Бұлақ ауылында Нұрмұхамед Сарқұлов пен Маржан Молдағұлованың отбасында дүниеге келді. Сол кездегі ауыр жағдайларға байланысты әкесі Нұрмұхамед Алия Молдағұлованы нағашы әжесі Тәжікен Молдағұловаға тәрбиеге беруге тура келді. Сөйтіп, Алия нағашы ағасы Әубәкір Молдағұловтың отбасында өсті. 1933 жылы жұмыс бабына орай Молдағұловтар отбасы Әулие Ата станциясына, қазіргі Тараз қаласына көшті. Әубәкір Молдағұлов Түркістан-Сібір теміржолының саяси бөлімінде қызмет етті. Мына суретте көріп отырсыздар, бұл Әубәкір Молдағұлов оң жағында орналасқан. Ол осы басқа қалаға көшкеннен кейін Алия мен оның нағашы апасы Сапура сол қалада мектепке оқуға барады. 1935 жылы Әубәкірдің әскери транспорт академиясына оқуға түсуіне байланысты Молдағұловтар отбасы Мәскеуге көшеді. Мәскеудегі мектепте Алия оқуын одан әрі жалғастырады. 1938 жылы Әубәкір оқыған әскери транспорт академиясы Ленинград қаласына ауысуына байланысты Әубәкір Молдағұлов отбасымен осы қалаға көшіп барады. Отбасы жағдайлары сол кезде ауыр болды. Сол жылдары бірқатар қиыншылықтар көруіне байланысты Алия Молдағұлова номер 46-шы балалар үйіне орналастырылды. Бұл әрине алғашында балалар үйі болмады. Себебі Алияның жеңгесі Сән Молдағұлованың естелігі бойынша алғашында балалар үйі мектеп-интернат статусында болды. Кейін соғыс жылдарында осы жетім балалардың көбеюіне байланысты осы номер 46-шы мектеп-интернат балалар үйі статусына ие болды. Балалар үйінің тәрбиеленушілері өздерінің туыстарына әрине демалыс күндері баруға мүмкіндіктері болды. Алдарыңызда тұрған бұл Сапура Молдағұлова, яғни Алияның нағашы апасы, өте жақсы көрді өзінің апасын, және де жиі майданнан хат жазып тұрған кісілердің бірі осы Сапура еді. Ленинградта оқып жүрген кезде оның мұғалімдері бірқатар естеліктер қалдырды. Осы Алияның класс жетекшісі Ленинградта оқып жүрген кезіндегі Мария Антоновна Голубеваның естелігі бойынша Алия өте салмақты болды. Міне суретте көріп отқаныңыздай, бұл Алия оң жақта орналасқан, және бұл Алияның мектепте оқыған кластасы болып табылады. Алия өте сүйкімді, білуге құмар кішкентай бойлы қыз еді дейді Алияның класс жетекшісі. Ол партада құрбысы Нина Быстуровамен отырған екен. Тәрбие және қоғамдық жұмыстарда Алия мұғалімнің бірінші көмекшісі болатын, және белсенді жұмысы үшін балалар Алияны біздің мазасыз старостымыз деп атаған. Балалар үйінде Алия санитарлардың қатарына енді.
медбике Августа Карловна Кампернаус, міне ортада көріп отырсыздар. Сол кісіні апасында жақсы көрген, Майданнан Августа Кампернаусқа хат жазып тұрған. Ал мына суретте міне Алия екінші қатарда оң жақта орналасқан. Жыл сайын жазда балалар үйінің тәрбиеленушілері осы қала маңындағы Северская станциясындағы лагерде демалыстарын өткізген, көкөніс, жеміс жидек өсіріп, егін жинауға көмектескен екен. Өздеріңізге белгілі 1941 жылы 22 маусымда Германия әскерлері Кеңес одағына баса көктеп кірді. Сол жылы 30 қыркүйекте Ленинград қоршауға алынып, қаланы аштық жайлады. Енді әрине адамдарды аман сақтап қалу үшін алдымен қарттарды, сонымен қатар бала шағаны басқа тыныш аудандарға көшуге әрекеттер жасалды. Соның бірі осы Ладога өзенінің үстімен, яғни қыс мезгілінде мұз қатқан кезде басқа тыныш аймақтарға көшірілді. Соның ішінде осы Алия Молдағұлова да бар еді. Балалар үйінің басқа да тәрбиеленушілерімен бірге Алия Ярослав облысының Некрасов ауданындағы Вятская селосына жеткізілді. Осы Вятск орта мектебінің мұғалімі Татьяна Евгеньевна Суворованың естелігі бойынша Алия әнді жақсы айтқан, бірақ томаға тұйық болған. Оның достары болды, яғни ол Шура Иванова, Нора Корчагина деген сияқты. Алия Молдағұлова сабақты жақсы оқыған екен, және құрбылары оны өте сыйлаған. Сонымен бірге осы құрбы достармен шұлық, жүн жейде тоқып, майданға жіберуге атсалысқан. Осы оның құрбыларының және де Алия Молдағұлованың командирлерінің және класс жетекшілерінің естеліктері өздеріңізге белгілі болар. Естелік ретінде, кітап ретінде жарыққа шықты. Осы Вятс мектебінде оқығаннан кейін басқа да жақсы оқыған балалармен бірге Алия 1942 жылы Рыбинск авиация техникумына оқуға түскен болатын. Бірақ бұл техникумда оқуы ұзаққа жалғаспайды, себебі 3 айдан кейін Алия Қызыл армия қатарына қабылдауға өтініш білдіреді. Сөйтіп, Қызыл армия қатарына кетуіне байланысты 1942 жылы 21 желтоқсанда Рыбинск авиация техникумынан Молдағұлова шығарылады. 1942 жылы желтоқсанда атқыштар оқуына талаптанып, ол Алия Молдағұлова атқыш мергендерді даярлау жөніндегі орталық әйелдер курсына ашылуына байланысты ниет білдіріп, осы курсқа 1943 жылы оқуға түседі. Мұнда суретте көріп отқаныңыздай жан-жақтан бой жеткендер оқуға келіп, солардың ішінде Алия Молдағұлова да болды. Оқу ауыр болса да, 6 ай бойы осы оқу жаттығуларға төзіп, тәулігіне 15 сағаттай тынымсыз оқу үйрету жаттығулар болса да, оның барлығына шыдап, бұл мектепті, яғни курсты Алия Молдағұлова өте жақсы тамамдайды. 1943 жылы шілдеде біздің жерлесіміз Алия Молдағұлова солтүстік батыс майданға аттандырылады. Ол
54-ші атқыштар дивизиясының 4-ші батальонының қатарына қосылады. Оның алғашқы командирлері дивизия командирі Николай Матвеевич Уральский мен батальон командирі Федор Иванович Моисеев болды. Алияның мерген сыңары Надежда Матвееваның естелігі бойынша ол фашистерді жойып қана қоймай, ұрыс алаңындағы жарақаттанған солдаттарды да құтқарып, алғашқы медициналық көмек көрсетіп те жүрген. Мына суретте көріп отқаныңыздай, бұл Алия Мұдағұлованың курста оқыған құрбылары, осындай бойжеткендер осы атқыштар мергендер курсында білім алып, өздерінің білімдерін осы майданда пайдаланды. 1944 жылы қаңтарда Кеңес одағының әскерлері солтүстік батыс майданға шабуылға шығады. 54-ші атқыштар дивизиясы осы Псков облысының Новосокольник қаласына қарай бағытталып, 12-ші қаңтарда 4-ші батальон Насва станциясының батыс бөлігіне жетті. Фашистер танктермен қарсы шабуылға шықты. Батальон кескілескен ұрыспен Воево, Федорухново, Монаково селоларын алды. Насва станциясы маңайындағы стратегиялық маңызы бар Новосокольники дно темір жолын кесіп, фашистер жаулап алған Казачиха деревнясын алуға осы Алия құрамында бар 4-ші батальон командирі Федор Моисеевке бұйрық берілді. 14-ші қаңтарда мерген қыздар винтовкаларын осы автоматтарға ауыстырып шайқасқа қатысты. Алғашқы қорғанысты Кеңес одағының әскерлері бұзды. Фашистермен кескілескен ұрыс кезінде батальон командирі ауыр жарақаттанып, сол кезде Алия отан үшін алға деген ұранмен солдаттарға рух беріп, алға жетеледі. Фашистер шабуылға төтеп бере алмай шегінді. Бірақ сол жылы Казачиха деревнясын Кеңес одағының әскерлері немістерден босатып, өкінішке қарай біздің сол 14-ші қаңтарда 1944 жылы осы деревня үшін шайқаста біздің жерлесіміз Алия Мұдағұлова қаза тапты. Суретте көріп отқаныңыздай, бұл жалғыз сақталған Алия Мұдағұлованың суреттерінің бірі, осы майданда түскен суреттерінің бірі болып табылады. Қазақтың батыр қызы осы Алияның ерлікпен қаза болғандығы жөнінде бір қатар мақалалар газет беттерінде жарық көреді. Соның бірі мысалға Суворовец газетінде осы Алия Мұдағұлованың суреті жарияланады. Сонымен бірге оның ерлігін баяндайтын мақалалар жарық көреді. Осы Алия Мұдағұлованың қаза болғандығы жөнінде Надежда Матвеева және жаңа айтып өткен Алияның мерген сыңары өзінің нағашы апасы Сапураға хат жазады. Бұл хат қазіргі таңда біздің қаламыздағы облыстық Алия Мұдағұлованың мемориалды музейінде сақтаулы, көшірмесі және де оның түпнұсқасы Алматы қаласындағы орталық мемлекеттік архивінде сақтаулы тұр. Сонымен қатар бұл мәліметтерді біздің облыстық тарихи өлкетану музейінен де алуға болады. 1944 жылы осы Алия Мұдағұлова қайтыс болғаннан кейін, яғни мерт болғаннан соң оған Кеңес одағының батыры атағы беріледі. Яғни бұл шешім
1944 жылдың 4 маусымында қабылданып, Алия Нұрмұхаметқызы Молдағұлова Кеңес одағының батыры атағы беріліп, Ленин орденімен алтын жұлдыз медалімен марапаттау туралы шешім қабылданып, оның әкесі Нұрмұхамет Сарқұловқа алдарыңызда көріп тұрғаныңыздай осыны Кеңес одағының батыры атағы берілген грамотымен бірге осындай міне алғыс хат жолданады. Қазіргі сіз алдарыңызда көріп отқаныңыздай, енді Алия Молдағұлованың ерлігіне тек қана қазақтар емес, сонымен қатар Ресейдің азаматтары да бас еді, және де оған Новосокольники қаласында Псков облысында осындай ескерткіш орнатылды. Сонымен қатар біздің өздеріңізге белгілі Алматы қаласында Алия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметова, яғни қазақтың қос шынарына ескерткіш орнатылды. Бұл Ақтөбе қаласындағы ескерткіш, және де осындай ескерткіш Нұр-Сұлтан қаласында Ақтөбе атынан сый ретінде орнатылған болатын. Ал қазіргі таңда Алия Молдағұлова атындағы көше осы Ленинград, қазіргі Санкт-Петербург қаласында бар. Осы қалада, осы көшенің бойында Алия Молдағұловаға ескерткіш қойылды. Мәскеу қаласында Алия Молдағұлова атындағы көше бар. Міне суреттен көріп отырсыздар бұл көшенің көрінісін. Және де бұл міне ескерткіш тақтайша Алия Молдағұлованың жерленген жерінде, яғни Монакова бауырластар зиратында осындай тақтайша қойылды. Міне суретте көріп отқаныңыздай, 1944 жылы Майдандық Суворовец газетінде ақын Яков Хелемскийдің «Алия жүрегі» деген поэмасы жарияланды. Бұл поэма қазақ тіліне аударылды. Сол поэмадан сізге үзінді келтірейік. Твердің орманы жас, жері кәрі, ата қоныс санайды жұрттың бәрі. Сол жерге Алияның қаны сіңді, соғып тұр мерген қыздың жүрегі әлі. Шаттансаң қыз тудым деп қазақ шаттан, Алия отанына болған мақтан. Бежаница маңында тұлғасы тұр, дегендей ерлікке аттан, еңбекке аттан. Бұл жермен сонау заман Пушкин өткен, желбіртіп қоңыраулы атын жеккен. Сол жерді жаудан сақтап қаламын деп, қазақтың Алия қызы қанын төккен, дейді ақын. Яғни біздер осы Ұлы Отан соғысында мерт болған, Ұлы Отан соғысына қатысқан біздің ардагерлерімізді ешқашан ұмытпауымыз қажет, және де оларға сый құрмет жасағанымыз жөн болады. Міне алдарыңызда сіздер Алия Молдағұлованың жазған хаттарының бірін көріп отырсыздар. Бұл жерде жаңа сіз байқаған боларсыз, газеттердің беттерінде Алияны Магдагулова деп жазып қойған екен фамилиясын. Бұл жерде әрине қателік кеткен. Оны сол соғыс біткеннен кейін бұл қателік анықталады. Яғни бұл Магдагулова Лия және Молдағұлова деген адам бір адам екені дәлелденеді. Өйткені осы хаттардың бірінде Алия Сапураға былай деп жазады: Сапура, в детском доме мне при восстановлении метрики сделали ошибку. В фамилии вместо Молдағұлова написали Магдагулова дейді. Яғни осы хат табылғаннан кейін қателіктер жөнделіп, әрине бұл хаттар Алия Молдағұловаға және бұл ерлікті жасаған біздің жерлесіміз Алия
Нұрмұхаметқызы екені нақтыланады. Міне хаттардың бірінде хаттар осындай жазылған, яғни бұл жерде байқап отқаныңыздай хаттар орыс тілінде, яғни осы хаттардың бірінде Алия былай дейді Сапураға: мен апама қазақ тілінде жазғым келеді, бірақ мен орысша түсіндірсем маған жеңіл болады дейді. Әрине ол түсінікті, ол білімін орыс мектебінде алды, яғни Мәскеуде, Ленинградта, сонымен қатар мектепте орысша оқыды. Әрине оған орысша жазу оңай болды, бірақ ол ешқашанда қазақ тілін ұмытпады. Осы хаттардың бірінде міне төменде көріп отырсыздар, Абайдың 4 шумақ өлеңінде жазған екен. Сөйтіп, осы Алия Молдағұлова өзінің басқа елде жүрсе де өзінің отанын, Қазақстанды ешқашан ұмытпады, және де өзінің сағынышын, махаббатын, осы отанына деген сүйіспеншілігін осы хаттарында апасына жеткізген болатын. Құрметті көрермендер, сіздерде сұрақ болса қоюыңызға болады. Егер міне жазып отыр, бұл газет көшірмесі Алия музейінде бар дейді. Я, әрине дұрыс айтасыздар. Бұл хаттар көшірмесі Алия облыстық Алия Молдағұлованың мемориалды музейінде сақтаулы тұр. Бұнда әрине қорда Алия Молдағұлованың хаттарының көшірмелері, суреттері, сонымен қатар оның командирлерінің, құрбыларының, Надежда Матвеева, яғни оның мерген сыңарының, сонымен қатар класс жетекшілерінің естеліктері сақтаулы тұр. Сонымен қатар сіздер бұл мәліметтерді біздің облыстық тарихи өлкетану музейінде алуыңызға болады. Құрметті көрермендер, егер сізде сұрақтарыңыз болса қоюыңызға болады. Бұл әрине біз Алия Молдағұлованы тек қана біздің жаңағы жерлесіміз ғана емес, сонымен қатар бүкіл елге танымал адам ретінде білеміз, және де біз оны ешқашан ұмытпауымыз керек. Тек қана мерейтойларында ғана еске алмай, жыл сайын оның рухына тағзым еткеніміз дұрыс. Осымен лекцияны, егер сұрақтар болмаса, осымен лекцияны тамамдаймыз.